Ағза тазалау ашығуға қатысқанның пайдасы. Жұмысқа келемінде шөпті, бір қасық шөпті салып, ыстық су құйып, тұндырып қоямын, 1 сағатта дайын болады. Үйде де осындай өзімнің шайнегім бар. Осылай дайындап қоям. Қара шайдан, сүтті шайдан бас тарттым. Олар бізге пайдасы болса, міне пайдалы шайды ішіп жүремін осылай. Және біздің ауыз қуысымызда макрофаг деген сондай рецепторлер бар, 4 апта сайын толығып отыратын. Егер біз 4 аптаға пайдасы тағамдарды тоқтататын болсақ, қара шайдан, сүттен, басқа пайдасы тағамдардан бас тартатын болсақ, осындай пайдалы тамақтарды ішіп, пайдалы шай, пайдалы тамақтарды тұтынатын болсақ, соны дәмді деп санайды. Осы пайдалы тағамдарды танитын болады. Мысалы, жастарды айтып жатамыз, хот-дог жейді, кола ішеді деп. Олар соны ішіп үйреніп қалғаннан кейін соны дәмді деп ойлайды, аузындағы рецепторлар. Ал 4 аптаға тоқтатып, пайдасы тамақтарды ішпей, осындай пайдалы тамақтарды ішіп, пайдалы тамақтарды жеген кезде соны танитын болады ауыздағы қуыс рецепторлары. Сондықтан да пайдалы тағамға көшейік бәріміз. Және мынандай балмен ішіп, ол да табиғи болу керек. Қанттан жасалған.